Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Есімім Алмат, мен дәрігер-терапевт. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз артериалды гипертензия, яғни жоғары артериалды қан қысымы жайлы болады. Бұл тақырыпта артериалды гипертензия дегеніміз не, қалай пайда болады, клиникасы, диагностикасы және де қарапайым емдеу жолдары туралы айтып өтетін боламын. Дәл осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Себебі әрбір адам артериалды гипертензия жайлы түсінік болғаны және де біліп жүргені өзіне өте маңызды. Артериалды гипертензия дегеніміз артериалды қан қысымының 130-90-нан тұрақты түрде немесе периодты түрде жоғарылап тұруын айтамыз. Жалпы әлем бойынша жүрек қан тамырлары ауруларымен бірінші орында тұрады. Бұл дегеніміз, яғни әлем халқының 50%-нан астамы жүрек қан тамырлары ауруларымен ауырады деген сөз. Яғни өлім көрсеткіші бойынша да осы Қазақстан және де әлем бірінші орында тұр осы жүрек қан тамырлары аурулары бойынша. Соның барлығының бастамасы осы артериалды гипертензия. Яғни осы артериалды гипертензияны уақытылы емдемегеннің салдарынан, асқынулардың салдарынан инсульт, инфаркт сияқты ауру жағдайларға алып келіп, соның салдарынан науқас көз жұмып отырады. Коронавирус кезінде әлемде 500 миллион адам ауырды, соның ішінде 5-6 миллионы көз жұмды. Ал артериалды гипертензиямен салыстыратын болсақ, миллиардтаған адам артериалды гипертензиямен ауырады. Соның ішінде жылына 10 миллионнан астамы осы артериалды гипертензияның асқынулар салдарынан қайтыс болып отырады. Например, жоғарыда айтып өткендей, инсульт, инфаркт сияқты және де тағы да басқа түрлерінен қайтыс болып отырады. Сол себепте, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға аса мән беріп жоғары қарағандарыңыз дұрыс. Себебі бізде қазақта давление пайда болып, дағы таблеткасын ішеді, обезболивающийларын ішіп алады, дағы жүре береді. Ол дұрыс емес, денсаулыққа мән бергеніңіз дұрыс. Жалпы артериалды гипертензияны біз екіге бөліп қарастырамыз: біріншілік және де екіншілік. Ол біріншілік артериалды гипертензия дегеніміз, ол өзінің бір арнайы аурулардың салдарынан пайда болатын, яғни тұрақты түрде артериалды қан қысымы жоғарылауынан, периодты түрде жоғарылауынан, сонымен қоса гипотензивті препараттар ішкен кезде жақсы әсер етуін, бұл бірінші артериалды гипертензия деп атаймыз. Ал екіншілік артериалды гипертензия ол симптоматикалық деп аталады. Арнайы бұл симптом, яғни белгілі бір аурулардың салдарынан болатын жоғары қан қысымының жоғарылауы. Мысалы үшін бүйрек аурулар кезінде және де жүктілік кезіндегі қан қысымының жоғарылауын, бұны екіншілік гипертензия деп атаймыз. Жалпы осы артериалды гипертензияның пайда болуына келетін болсақ, қалай пайда болады? Пайда болу этиологиясы, яғни бірінші ол генетикалық, яғни сіздің тұқымыңызда, мамаңызда, папаңызда немесе ата әжелеріңізде қан қысымы болатын болса жоғарыға, онда сізде де болады деген қауіп жоғары. Және де артық салмақ. Сізде егер артық салмағыңыз болатын болса, тез арада құтылуға асығыңыз, себебі сізде де артериалды гипертензия пайда болып кету қаупі өте жоғары. Және де дислепидемия, холестерин жоғары болған кезде, тамыр аурулар кезінде, бүйрек, жүрек аурулар кезінде, эмоционалды стресс кезінде, алкоголь қабылдау, темекі шегу, тікұшақ, самолет немесе таулы аймақтарда жүру, соның салдарынан да қан қысымы, яғни жоғары болады. Сонымен қоса осы шейный остеохондроз және шейный грыжалар кезінде де осы қан қысымы жоғарылайды. Осыны біліп жүргеніміз өте абзал. Артериалды гипертензияның 3 сатысын ажыратамыз: бірінші, екінші, үшіншісі. Соның біз үшінші сатысын талқылап өтейік. Ол өте маңызды болып табылады. Яғни жүсекшенен жоғары болуын үшінші сатысын айтамыз. Яғни бұл кезде арнайы органдық мишеньді зақымдайтын болады артериал қан қысымы. Яғни соның бірінші айтатын болсақ, ол бас миы. Осы бас миы зақымдау салдарынан инсульт болуы мүмкін. Жүрек тамырларын зақымдау салдарынан инфаркт болуы мүмкін. Бүйректі зақымдау салдарынан, яғни креатинин жоғары болып кетуі мүмкін. Соның салдарынан ХПН, яғни созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі болуы мүмкін. Сосын глазное дно, яғни көздің сетчаткасы жарылып кетуі мүмкін. Сонымен қоса тамырларды зақымдайды, яғни расслоение, аневризмы сияқты ауруларға алып келуі мүмкін. Егер бұндай аурулар болатын болса, ол жағдайыңыз өте ауыр болады. Сол себепті бұндай жағдай болмау үшін қан қысымыңызды уақытылы таблеткаларыңызды ішіп, бұндай жағдайға жеткізбеуге әрекет жасауыңыз өте абзал болып табылады. Ал енді клиникасына келетін болсақ, негізі барлық артериалды гипертензиясы бар адамдар үшін бұл таныс болып біледі. Сонда да атап өтейін, ең бірінші ол бастың қатты ауруы, яғни көбінесе именно желке аймағы ауырады қан қысымы жоғарылаған кезде. Көзімізде шіркейдің ұшып жүруі, жүрек айну, құсу, әлсіздік,
және де тағы да басқа симптомдармен көрініп отырады. Бұл яғни основной симптомдар болып табылады. Ал енді диагностикасына келетін болсақ, ең бірінші электрокардиограмма, яғни ЭКГ жасауымыз қажет. ЭКГ-де негізінде қатты өзгерістер бола бермейді артериалды гипертензия кезінде. Тахикардия болуы мүмкін, яғни жүрек соғу жылдамдығы жоғары болуы мүмкін. Сонымен қоса гипертрофия левого желудка тоже көруімізге болады онда. Екінші, эхокардиография түсуіңіз қажет. Именно осы эхокардиография арқылы сізде жүрегіңізде фракция выброса, стенкалары қалай болып жатыр, клапандар қалай болып жатыр, гипертрофия бар ма жоқ па, соны білуімізге болады. Және тағы да басқа көрсеткіштер өте көп ол жерде, соларды көруімізге болады. Бұл екіншісі. Үшінші, смат жасау керек, яғни суточный мониторирование артериальное давление. Арнайы медицинский центрге барсаңыз, сізге қолыңызға тағып береді, яғни бұл сутка бойы сіздің қан қысымыңызды өлшеп, арнайы бір параққа жазып, арнайы аппаратта, яғни жазып отырады. Сол жазбаға қарай отырып, дәрігер сізге тағайындамалар жасайды. Яғни бұл жоғарыда айтылып отқандар, бұлар именно инструментальды зерттеулер. Яғни пока что осы егер гипертензия пайда болатын болса, сіз үшін осы үшеуі жеткілікті. Сонымен қоса лабораториялық анализдер тоже тапсыруымыз қажет. Оның ішінде креатинин, мочевина, холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, АЛТ, АСТ және де жалпы зәр анализі. Яғни бұл көрсеткіштерді тоже қарауымыз қажет, себебі бүйректе жаңағыдай протеин бар ма жоқ па, соны қарауымыз қажет. Ал енді еміне келетін болсақ, артериалды гипертензияны оны екіге бөлеміз, медикаментозды және медикаментозды емес деп. Бұл жерде негізгі біздің мақсатымыз, яғни осы гипертензияны шақырып жатқан факторлардың көзін жою. Мысалы үшін, бірінші, егер сіз тұзды тамақтарды көп қолданатын болсаңыз, яғни тұзды тамақтардың мөлшерін азайту, яғни суткасына 3 граммға дейін сіз тұз қабылдауыңыз жеткілікті. Сосын егер артық салмақ болса, арықтау, психоэмоциональный стресс, депрессия болса, содан шығу, психологқа жүгіну, таза ауада көп серуендеу, физикалық қимылдар және де тағы да басқа именно осы артериалды гипертензияны шақырып тұрған факторлардың көзін жоюымыз қажет. Ал енді медикаментозды еміне келетін болсақ, егер сізде давлениеңіз жоғары болатын болса, тез арада каптоприл ішкеніңіз дұрыс. Яғни 25 мг каптоприл тілдің астына қоясыздағы, жедел жәрдем қызметкерлеріне хабарласып, жедел жәрдем шақыртуыңыз өте дұрыс болып табылады. Себебі уақытылы қан қысымын түсірмесек, ол ары қарай үлкен асқынуларға алып келуі мүмкін. Инсульт, инфаркт сияқты. Сол себепті жедел жәрдем шақырғаныңыз дұрыс. Яғни жедел жәрдем келгенше сіз каптоприл қоясыз тіліңіздің астына, және де бір орында қозғалмай таза ауада жатқаныңыз дұрыс. Ал енді тұрақты түрде ішіп жүретін таблеткаларына келетін болсақ, ең бірінші ингибитор АПФ-тардан бастағанымыз дұрыс. Яғни эналаприл, лизинаприл деген сияқты препараттардан бастаймыз. Сосын егер бұл препараттар көмектеспей, немесе бұларға сізде побочный эффект көп болатын болса, мысалы үшін кашель, яғни бұл препараттардан көбінесе пациенттерде жөтел болады көп. Сол себепті біз ол препараттарды отмена жасап, сартандар препараттарын қосамыз. Яғни бұл валсартан деген сияқты препараттар кіреді болған. Бұлар әпкелі сіңілі ретінде сияқты түсіндірсек болады енді. Сосын егер бұл препараттарға көнбейтін болса, онда блокатор кальциевый канал препараттарын тағайындаймыз, яғни нифедипин, амлодипин сияқты препараттар тағайындаймыз. Және де айта беретін болса, қазіргі уақытта фарм компаниялардың дамуына байланысты артериалды қан қысымын көмектесетін препараттар жақсы, және де жақсы нәтиже көрсетіп жатқан препараттар өте көп. Және де бұл жалғыз тағайындалатын препараттар, егер осы жалғыз тағайындалатын препараттар көмектеспейтін жағдайда комбинированный препараттар болады. Яғни екі препаратты бір-біріне қосарландырып жасауының салдарынан комбинированный препараттар болады. Мысалы үшін жаңағы триплексан деген препараттар, хартил, амло деген сияқты препараттар, бұл жерде 2 немесе 3 дәрілік препараттардың құрамына құрастырылған дәрілік препараттар. Бұл комбинированный препараттардың ерекшелігі, сізде қандай давление жоғары болмасын, жақсы көмектесіп, жақсы нәтижеге жеткізеді. Бірақ бір носы, ол бағасы да кішкене қымбаттау болады. Құрметті тыңдармандар, егер сізде артериалды гипертензия жаңадан пайда болса, немесе баяғыдан артериалды гипертензиямен ауыратын болсаңыз, өзіңіздің денсаулығыңызға дұрыстап қарауыңыз өте маңызды. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеп, яғни бүкіл аурулардың алдын алып жүргеніңіз өте дұрыс болып табылады. Яғни жоғарыда айтып өткен неше түрлі осы
артериялық гипертензия шақыратын факторлардың көзін жоюымыз қажет ең бірінші. Және де ұмытпағаныңыз жөн, егер қан қысымы жоғарыласа, обязательно жедел жәрдем қызметкерлеріне хабарласқаныңыз өте дұрыс болып табылады. Және де бұл жерде мен сіздерге емінде арнайы миллиграмм бойынша айтқан жоқпын, себебі бізде кейбір пациенттер болады, именно осы ютубқа қарап өзіне өзі дәрі тағайындап ішіп жүретін. Яғни сізге ол препарат жақпауы мүмкін, немесе әртүрлі аллергический реакциялар шақыруы мүмкін, немесе басқа да арнайы жанама әсерлер болуы мүмкін. Сол себепті біз дәрігерлерге келсеңіздер, біз дәрігерлер сізді қарап, тексеріп, сұрастырып, сізге арнайы қажетті дәріңізді біз тағайындаймыз. Сол себепті де бұл дәрілерді алып өз бетінше ішу вообще мүлдем дұрыс емес. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Сіздермен бірге болған дәрігер терапевт Алмат. Өз денсаулықтарыңызға күтініп жүріңіздер. Және де егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп, арнама тіркеліп, және де келесі видеоларды күтіңіз.